Ең таңдаулы бұқаралық ақпарат номинациясының егері Жамбыл Тараз апталық қоғамдық саяси газетіне биыл 20 жыл. Ол 1996 жылдың ақпан айынан бері жарық көріп келеді. Ең бірінші редакторы Дархан Байтуов болған. Екі тілде жарық көретін газеттің таралымы 9000-нан аса. Және бір ерекшелігі ақпараттары бірін-бірі қайталамайды. Бүгінде көпшіліктің үздік деп санайтын басылымын Эльмира Мырзағали басқарады. Мне хочется пожелать. Көбіне журналистер күнінде барлығы бір-біріне шалқар шабыт, шығармашылық табыс тілеп жатады. Ал мен оларға өз-өздерін дамытуға күш салуды тілер едім. Свой творческий потенциал. Қалың оқырманның ыстық ықыласына бөленіп үлгерген келесі басылым Новый регион апталық газеті. 1999 жылдан бері жарық көріп келе жатқан газеттің өсіп өркендеуінің басты құпиясы ұжымның ұйымшылдығында дейді журналистер. Мен Новый регион апталық газетінің атынан барлық әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық бағытта кенеліңіздер, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Теңіз ойларда тербеліп жүретін шығармашылықтың адамы әрқашан шыншылдықтың жаршысы іспеттес. Осы салада аянбай тер төгіп жүрген шығармашыл жандардың әлі де Жамбылдың жағымды жаңалығын жұртқа жеткізу жолында қаламдарын ұштай бермек. Нұрболат Жолдасбек, Камила Жұмаділова, Ермек Кеншімбек, Арман Сабыр, 77 News.